Экология және біз атты танымдық сағатқа қош келдіңіздер. Табиғат адам өмірінің ажырамас бір бөлігі. Онсыз мына жер бетінде тіршілік болмас еді. Қасиетті жер анадан нәр алып, күллі тіршілік иесі өмір сүріп келеді. Табиғат адам өмір сүру үшін берілген. Бәрі адам үшін қызмет етеді. Ал біз осы табиғатымызды аялап жүрміз бе? Оны қаншалықты бағалап жүрміз? Табиғат жер бетінің тынысы. Тынысы десек те табиғатымыз жыл сайын экологияға айналып бара жатыр. Оның себебі зауыттар мен кәсіпорындардан бөлінген химиялық улы газдың әсері. Сондай-ақ аспан әлеміне қол жеткізгеніміз бен оған барар жолда ракеталарымыздың өзінен бөлінетін түрлі радиациялық удың салдарынан ауа ластанып, зардабын өсімдіктер мен жануарлар тартып жатыр. Адамдар да соның зиянын түрлі ауруларға шалдығып жатыр. Сондықтан да экологияның дұрысталып, елдің таза ауамен тынысталуына әрекетті ең бірінші өзімізден бастағанымыз жөн болар. Табиғат бізге ата-бабамыздан мұраға қалған ең қасиеттіміз. Оны қорғау, аялау біздің міндет, біздің парыз.